Ассалаумағалейкум достар, қалдырыңыз қалай? Мен сол Қазақ автоэлектрик, есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Әрдайым мен сіздерге жақсы видео, сізге пайдасы тиетін, көмегі тиетін видео түсіруден шаршамайын. Сіздер лайкап айтып, кайфап айтып, комментарияны толтырудан ұмытпаңыздар. достар, маған Ларгус автокөлігі келді, замок зажигания, оталдырғыш құралды ауыстырып берші деп. Болды, кеттік. Ауыстырамыз деп алып қалдық. Енді соны ауыстырып жатырып, мүмкін сізге де пайдасы тиіп қалар. Сізде сондай бір жағдайға себеп болып қаларсыз деген видеоны қабыл алыңыздар. Бұл достар Ларгус автокөлігінің замок зажиганиясы. Бұларды қарап отырсаңыздар, ауыстырар кезде мынарда держатель или ұстағыш или петляма, білмеймін, бірдеңе деп айтады, әркім әртүрлі айтады ғой. Мен ұстағыш деп айтайын осыны. Осы басылмайды достар. Міне қарап отырсаңыздар, замок ашылған жоқ, басылмайды. Осыны басу үшін достар кішкене замокты ашамыз. Міне көрдіңіздер ме, енді жіп-жімсақ басылатын болды. Осылай етіп салатын боламыз. Енді замокты, старый ескі замогын шешуді көрсетем. Әрі қарата қараймыз видеоны. Былай ма? Кеттік. Достар, мінекей қарап отырсаңыздар, бірінші мына штекерді шығарып тастаймыз. Мына арасында несі бар? Мен жаңа ыңғайсыз болғасын дайындап қойғам жалпы. Мұны тартсаңыздар жайлап, замок өзі шығады. Көрдіңіздер ме достар? Міне өзі шығады. Сосын мына замоктың жоғарында қарап отырсаңыздар, мынарда міне болтик бар. Сол болтты шестигранникпен шешесіңдер достар. Міне осындай шестигранникпен шешіледі достар, міне көреді ма? Соны шешіп алып тастайсыздар. Тек маған ыңғайсыз болып тұр қазір. Достар, көрініп тұрса, мені шешіп алып тастадым арадағын. Енді достар, осыда да төменде қарап отырсаңыздар, сәлеп ішіне кіргізе тұрайын, түсінікті үшін. Мені достар, қарасаңыздар, мені тоже басатын бар. Бұлай кезде басылмайды бұл. Басылмайды, осыны замокты тоже ашыңқырап тұрып басып жібереміз достар. Басып жайлап шығаратын боламыз. Маған ыңғайсыз болып тұр достар. Маған ыңғайсыз болды достар. Сондықтан мынандай бір плоская отвертка керек болады. Жаңа көрсеткен астындағы петляны басасыздар да, мына отверткамен жайлап итересіздер достар. Так, мен. Достар, мінекей. Достар, осылай жайлап шығады. Мінекей достар, мені шығарып алдық. Жаңа көрсеткен петля мынау майысын қырап қалды. Так, енді достар, мысал үшін енді бұлар новилай мынандай мен келеді. Ол да қиын ештеңесі жоқ. Замоктың арасында болт бар, көрдіңіздер ме? Осыны шешесіздер. Шешіп, мынау тесік болады, бұлай аласыздар. И мынау орнына салып, мынаны жаңа жерге қайтып қалай шығардың, солай саласыз. Болған достар. Егер видео ұнап қалса, лайкап айтып, кайфап айтып, сұрақтарыңызды жаза беріңдер. Сіздерге әрдайым көмегі тиетіндей жақсы видео түсіруден шаршамайын. Сіздер қазақты қолдаудан шаршамаңыздар. Көліктерің әрдайым сіздерді далада қалдырмасын. Сау болыңыздар.